Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Алия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз торт пісіретін боламыз. Осындай тәтті әрі тез дайындалатын табада піскен торт. Ол үшін қажетті ингредиенттер: 4 жұмыртқа, 150 грамм қант, 300 мл сүт, оның қажет какао және разрыхлитель. Ең алдымен жұмыртқамызды, қантымызды миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Оған 300 мл сүтімізді қоямыз. Төрт столовая ложка сұйық май. Барлығын жақсылап тұрып араластырып біріктейміз. Міне біздің сұйық ингредиентіміз дайын болды, ал енді құрғақ ингредиентті дайындайық. Ол үшін иіліктен өткізілген ұнға біз 3 столовая ложка какао саламыз. Одан кейін 2 чайная ложка разрыхлитель. Бүкіл құрғақ ингредиентті венчикпен араластырамыз. Так, ал енді біз сұйық ингредиентті құрғақ ингредиентпен бірге миксерлап, ақырындап қосамыз. Мінекей біздің бисквитіміз дайын болды. Ал енді бұны біз кеселерге құямыз. Менде 5 кесе шықты, яғни 5 бисквит. Ең алдымен қызып тұрған табаға майымызды жағып, бір кесені құямыз. Одан кейін крышкамызды жауып, осылай көпіршіктер шығады. Сол кезде біз айналдырамыз. Пісіру жолы блины сияқты. Бір 2-3 минут жеткілікті. Өзіңіз көресіз ғой. Дәл осылай бүкіл 5 бисквитімізді пісіріп шығамыз. Бұны біз жай отта пісіреміз. Видеодағыдай сияқты істеп шығасыздар. Міне біздің 5 бисквитіміз бірнеше минутта дайын болды. Ал енді кольцо арқылы бисквиттерімізді әдемі қылдырып, дөңгелетіп қоямыз. Мұндай бисквиттерді әрқайсыларыңыз жасай аласыздар. Шикі болып піспейтін мұндай бисквиттер дәмді әрі тез дайындалады. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Ал біз енді кремға көшейік. Кремға қажетті ингредиенттер: ол қаймақ 400 грамм, 20%. Одан кейін 100 грамм қант және творожный сыр қажет болады. Мұнда менде творожный сыр 150 грамм. Барлығын бір-біріне қосып, миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Негізі мұнда сгущенка қажет емес, бірақ менде тоңазытқышта сгущенка болғаннан кейін өзім сгущенка қосқым келіп қалды да, біраз сгущенка қостым. Барлығын араластырамыз біріктеп. Ал енді біз тортымызды істеп бастайық. Ең астына мен крем жақтым, торт жақсы тұру үшін. Әр бисквитімізға 2-3 столовая ложка крем жағып шығамыз. Бір-біріне бисквитті қоярда жақсылап тұрып басып шығамыз. Әрбір слойға солай сүтіп шығамыз.
Ал енді осы бойымен пищевой пленкамен жауып холодильникке 1-2 сағатқа қоямыз. Міне біздің тортымыз дайын болды. Ал украшенияға өзіңіз білесіз, по желанию істейсіздер. Өте дәмді, тез пісетін, без духовки, без раскатки тортымыз, табада піскен тортымыз дайын болды. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнап жатса, туыстарыңызға, достарыңызға жіберіңіздер. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздерге көп рахмет.